Рамазан айында екенін біле тұра, оразаға ниет етпей таңды атырып бесінге 1 сағат қалғанша ниет етпесе, оразасы дұрыс болмайды. Рамазанның барлық күнінде оразаға ниет етпесе, оразасы дұрыс болмайды делінген. 1. Егер осыдан кейін әдейі тамақ жеп қойса, немесе төсек қатынасына түссе, кәффарат міндеттелмейді. Өйткені оразаның дұрыс болуы үшін ниет болуы шарт. Ниетсіз құлшылығы дұрыс болмайды. Сол үшін ниет етпей күннің қалған уақытында ішіп жеуден тыйылса, ораза ұстаған болмайды. Ол күннің қазасын өтеп кәффаратын орындамайды. Себебі кәффарат оразаны әдейі бұзғанға міндеттеледі. Бұл жерде оразаның өзі дұрыс болмай тұр. 2. Сондықтан оразаға түннен бастап бесінге 1 сағат қалғанға дейін ниет етпесе, немесе ешбір себепсіз 1-2 күн кешіктіріп ұстағандар тәубе етіп, Алладан жарылғау тілейді де, сол күндердің қазасын ғана өтейді. Оразасы дұрыс болмағандықтан кәффарат міндеттелмейді. Сіз маған тіркелсеңіз өкінбейсіз. Мен тек пайдалы және керемет ақпараттар айтатын боламын. Сізге тағы қандай ақпарат керек комментарийге жаза кетіңіз. Мен оқып жауап беремін.